Сәлем достар, арнама хош келдіңіздер. Бүгін Стамбул қаласындағы Босфор бұғазын бастан аяқ толық кемемен жүзіп өтеміз. Олай болса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ендеше бастадық. Босфор Еуропа мен Кіші Азияны бөліп, ал Қара теңіз бен Мәрмәр теңізін қосып тұрған бұғаз. Ұзындығы 30 километр. Енінің ең кең жері 3700 метр, ал ең қысқа жері 700 метр. Босфордың тереңдігі әр жерінде әр түрлі. 33 метрден 100 метрге дейін жетеді. Бұғаздың жағалауында көптеген тарихи нысандарды кездестіруге болады. Солардың бірі осы өздеріңіз көріп тұрған Долмабахче сарайы. Бұл сарай 1843-1856 жылдары Османлы сұлтаны Әбділмәжиттің бұйрығымен салынған екен. Сарайдың 285 бөлмесі, 44 үлкен жиналыс залдары, сондай-ақ 6 түрік хаммамы бар. Бүгінде бұл сарай мұражай қызметін атқаруда. Көпшілік Стамбулдың екі жағалауын байланыстырып тұратын бір ғана осы көпір бар деп ойлайды, бірақ бұғаздың үстінен тартылған 3 бірдей аспалы көпір бар. Біріншісі осы Босфор көпірі. 2016 жылы бұл көпірдің атауын 15 шілде шейіттер көпірі деп атауын өзгертті. 2016 жылы 15 шілдеде білесіздер, Түркияда үлкен төңкеріс болған. Сол кезде осы көпірдің үстінде біраз түрік азаматтары шейіт болған екен. Солардың құрметіне көпірдің атауы осылай 15 шілде шейіттер көпірі деп өзгертілген. Алайда әлі күнге дейін Босфор көпірі деп те халық арасында аталады, және де бұғазда салынған алғашқы көпір. Босфор жағалауындағы үйлер дүниедегі ең қымбат виллалар болып табылады. Оны түріктер ялы деп атайды. Ялы деген сөз гректерден қалған, мағынасы теңіз жағасындағы үй деген сөз. Кезінде ақсүйектердің жеке жайы, жазды күні келіп демалатын орындары болған, ал бүгінде бұл үйлердің көбі қонақ үй қызметін атқаруда. Босфор дүниедегі кеме қозғалысы ең көп белсенді бұғаз деп сеніммен айтуға болады. Себебі Босфор арқылы жылына 50 мыңнан аса жүк кемесі өтеді. Яғни сауда экономикалық маңызы өте жоғары бір бұғаз. Мысалы, Ресей, Украина, Румыния, Болгария, сондай-ақ Каспий бойындағы елдердің мұнай, өнеркәсіп тауарлары, астық сынды дүниелерін Атлант мұхитына алып шығатын бірден бір жол осы Босфор бұғазы болып табылады. Сондай-ақ бұл жерде жолаушылар паромы да өте көп жүреді. Сондықтан бұл жерде ереже аса қатаң. Мысалы, мұнай таситын үлкен кемелер өтер кезде қарсы беттегі кемелер бұғаздағы өздері жүзіп өтетін оң жақтағы жол босағанға дейін күте тұрады. Сондай-ақ үлкен жүк кемелердің барлығын буксирдің жетекшілігімен ғана өткізеді. Бұғазда қозғалыс өте белсенді болғандығы үшін суда көңіл көтеретін спорт түрлерінің ешбірі мүлде жоқ. Дайвинг, серфинг немесе үрлемелі банан қайық, олардың ешбірін бұл жерде көрмейсіздер. Бұл көріп тұрғандарыңыз Румелі қамалы. Тарихи мәлімет бойынша Фатих Сұлтан Мехметтің бұйрығымен 1452 жылы 90 күнде салып бітірілген екен. Мақсат бұғаз арқылы өтетін кемелерді бақылау және де Қара теңіз арқылы басып кіруі мүмкін болған дұшпаннан қорғану. Достар, сіздерге видеоның басында бұғазда 3 аспалы көпір бар екенін айтқан болатынмын. Міне сол көпірдің екіншісіне де жетіп келдік. Бұл көпірдің атауы Стамбулды византиялықтардан небәрі 21 жасында жаулап алған Османлы сұлтаны Фатих Сұлтан Мехметтің атымен аталады, яғни Фатих Сұлтан Мехмет көпірі.
Жалпы бұл көпірлерден бөлек қаланың екі жағалауын қосатын Еуразия туннелі деп аталатын теңіз астынан салынған екі қабатты автокөлік жолы бар, және де метро қатынайтын теңіз асты темір жолы да салынған. Мінекей кемемен 2 сағаттай жүзіп, бұғаздың басына да жетіп келдім. Мұнда өте көп туристар жиналған екен. Ал мен көпшілік қауымның арасынан өтіп, осындағы ең биік төбеде орналасқан Йорос бекінісін көруге, әрі сіздерге көрсетуге кетіп бара жатырмын. Достар, мен жоғарға көтерілген сайын табиғат та өзінің сұлулығын паш етіп жатқандай. Мына керемет табиғатқа қараңыздаршы, сұлулығына. Алла тағаланың шексіз құдіретімен жаратылған әсемділік. Бұны көзбен көру бір бөлек. Достар, мінекей 2 километрдей жаяу жол жүріп, ең биік төбенің басына жетіп келдім. Өздеріңіз көріп тұрған бұл көпір бұғаздағы соңғы 3-ші аспалы көпір, Селим Сұлтан көпірі деп аталады. 2013-2016 жылдары салынған. Дәл осы көпір тұрған жерден Босфор бұғазы бастау алады, ал көпірдің арғы беті Қара теңіз, яғни Босфор бұғазы мен Қара теңіздің тоғысқан жері. Сонымен Йорос бекінісіне де жеттік. Өте көне тарихи нысан. 1261 жылы Византия императоры Михаил VIII бұйрығымен бұғаздың кіреберісін жаудан бақылау және қорғаныс мақсатында салынған әскери бекініс. Йорос сөзі грек тілінен аударғанда құтты мекен деген мағынаны білдіреді дейді түрік тарихшылары. Бекініс 20 метрлік биіктікте домалақ етіп соғылған 2 ғимараттан тұрады. Бұл жерге ешқандай реставрация жасалмаған, қоршауға да алынбаған, яғни қараусыз жатқан тарихи бір нысан. Бұл жерлерде византиялықтар мен османлылардың арасында көптеген соғыстар болғанын тарихтан білеміз. Міне сол кездерде осы Йорос бекінісі біресе түріктердің, біресе гректердің қолына өтіп отырған. Тек 1453 жылы 2 Мехметтің Константинопольді түбегейлі жаулап алуымен бекініс бір жолата түріктердің қолына өткен. Дәл сол күннен 2 Абдулхамидтің тұсына дейін османлылардың әскери бекінісі ретінде қолданылған. Кейбір тарихи деректерге сүйенсем, түрік-орыс соғысында орыстар Қара теңіз арқылы басып кіруі мүмкін деп барынша осы жақтағы қорғанысты күшейтіп жатқанда, орыстар Болгария жағынан басып кірген деген мәліметтер де бар екен. Достар, иншаллах Стамбулға кеп жатсаңыздар, осы жерлерге міндетті түрде келіңіздер, тарихты өз көздеріңізбен көріңіздер, осы төбеге шығыңыздар,
Бұл биіктіктен Босфор бұғазы сондай әдемі көрінеді. Аллах тағаланың жаратқан осы сұлулығын көруді бәріңізге нәсіп етсін. Қала сырты болса да бұл жерде өте көп асханалар бар. Тамақтары өте дәмді. Түріктің атақты балық екмегін де осы жерден жей аласыздар. Ең маңыздысы, бұл жерде өте әдемі мешіт те бар. Қыдырып жүріп намазды да қаза қылмай оқып алуға болады. Достар, осымен бүгінгі шығарылым тәмам. Ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Келесі шығарылымдарда кездескенше аман сау болыңыздар.